Баршаңызға қайырлы күн, қайырлы таң, қайырлы кеш. Бұл подкастты қай уақытта көріп отырғандарыңыз білмеймін, бірақ бұл Қазпост YouTube арнасы біздің алғашқы подкастымыз, және қонақта бізде Азамат Кескінбаев, басқарушы директор Қазпошта акционерлік қоғамының. Жалпы бұл подкасттың, осы бастаманың меніңше коммуникациядан бөлек, маркетингтен бөлек ішкі аудиториямызға бір пайдасы болады деп ойлаймын. Себебі 20 мың қызметкер бар Қазпоштада. Бұл үлкен аудитория, сондықтан ішкі коммуникацияда өте маңызды деп ойлаймын. Біріншіден келгеніңізге, уақыт тауып келгеніңізге көп рахмет. Екі ұғымға тоқталсақ, себебі күні кеше ғана жұмыстан шығып келе жатып, бөлімшенің алдындағы кептелісті байқадым. Яғни клиенттер қытайлық Pinduoduo, Temu секілді маркетплейстерден өздерінің сәлемдемелерін алуға кезекке тұруда. Ол шынымен әріптестерінен де сұрадым, күніне тек қытайлық осы екі маркетплейстен ғана 30 тоннаға жуық сәлемдеме өңдейді екенбіз күніне. Меніңше бұл қытайлық маркетплейстердің маркетингіне қарай да, олар маркетингті күшейткен сайын да, біздің клиенттер үйренген сайын, сатып алуды үйренген сайын бұл көрсеткіш өсе беретін секілді. Енді осы екі ұғымға тоқталсақ, Қазпошта және маркетплейстер біздің қарым-қатынас жайлы мүмкін. Біздің жалпы компанияның өзгерісінде электрондық коммерция нарығының алатын орны ерекше. Біз стратегияны жаңалау барысында соны ортаға салдық, ортаға қойдық десек болады. Және біздің стратегиямыздағы негізгі мақсат біз өзімізді сол электрондық коммерция нарығындағы компаниялар дейік, немесе соның ішінде жүрген тұтынушыларға өзімізді қаржылық, логистикалық бірлескен қызмет көрсете алатын оператор ретінде көреміз. Ол деген сөз не? Ол деген сөз тұтынушы желіде, интернет дүкенде тауар сатып алған мезеттен бастап үйіне жеткенге шейін қызметтің барлық түрін көрсете алуы. Яғни Қазпошта қазіргі таңда ол тек қана пошталық қызметтерді ғана көрсетпейді ғой. Яғни ол мен айтып отырмын ғой, сатып алған мезеттен деп. Сатып алған кезде ол оны электрондық картасымен төледі ғой. Біз осы жерде бастап қызмет көрсете аламыз. Яғни Қазпошта қазіргі таңда өзінің қаржылық инфраструктурасы жеткілікті. Оның мемлекеттен берген лицензиялары осы қызмет көрсете алатын жеткілікті. Яғни мен ғана айтып отырғаным ол эквайринг. Содан бастап оны үйіне алып келу, немесе ең жақын үйіне жақын бір бөлімшеге апарып беруге дейінгі барлық қызметті көрсете алу. Енді электрондық коммерция, Қытай маркетплейстері және олардың біздің компаниядағы алатын орны дейік. Енді жалпы сандарға келетін болсақ, енді мен тек қана сәлемдемелердің өзін айтайын, шамамен жылына біздің компания 15 миллионға жуық сәлемдеме өңдейді. Оның тең жартысы ол Қазақстанның ішіндегі сәлемдемелер, тең жартысы шетелден келетін сәлемдемелер. Мен бұл сандарды қазір неге айтып отырмын? Себебі қазір біздің алға қойған мақсаттарды қазіргі өзгеріп жатқан, Қытайдан келіп жатқан сәлемдемелердің санын айтқан кезде біз салыстыра алу үшін. Былтыр осыдан енді 23 жылы ғой, 23 жылы мемлекет басшысы Қытайға өзінің ресми іс-сапарында болды. Сол іс-сапарда біздің төрағамыз Әсел Жұбанышқызы құрамында болып, Қытайда үлкен логистикалық компаниялармен мемлекет басшысы кездесу өткізді. Соның бірі, мынау Қытай енді өте үлкен ғой, оның нарығы, бізден қанша есе жоқ көп. Қытайдың екінші курьерлік логистикалық компаниясы топ 2-ге кіретін, ол YTO Express деген компанияның басшысымен мемлекет басшысы кездескен болатын. Енді мен санды бекер айтқан жоқпын, салыстырып қана айтайын. Мен айттым, жылына Қазпошта шамамен 15 миллион сәлемдеме өңдейді. YTO Express жылына 15 миллиард сәлемдеме өңдейді.
оның қаншалықты алпауыт екенін айтқым келіп отыр да. Күніне шамамен 100 миллионға дейін сәлемдеме. Сол кездесу бір өте маңызды, өте бір жаңағы стратегияны іске асыру барысындағы үлкен қадам деуге болады. Сол кезде қандай бір келісімге келдік? YTO Экспресс және Қазпошта бірлесіп мына Орта Азияда үлкен логистикалық сондай жаңағы компания, e-com нарығындағы өзі орны бар компания құру жөнінде келісімге келдік. Бастамасы сол жерде қаланды деуге болады. Одан кейін әрине Қытайдың жаңағы сол компанияның делегациясы бізге келді, жаңағы біздің процестермен танысты, біз сонда бардық, олармен таныстық. Сөйтіп көктемде екі компанияның арасындағы жаңағы компанияның жаңағы IT өнімдері бар, IT инфраструктуралар бар, соларды бір-бірімен жаңағы жанастыру, бір-бірімен сәйкестіру процестері басталып кетті. Сөйтіп біз алғашқы жаңағы пилоттық режимде маркетплейстерден сәлемдемелерді Қазақстанға әкелу бастадық. Енді сол жаңағы сол іс-сапарда айтылған сөздердің нәтижесі ол мынау кешегі шілде айында өткен Астанадағы Шанхай ынтымақтастық ұйымының жиынында негізгі құжатқа қол қойылды. Яғни екі компания бірлесіп Қазақстанда Қазпошта және YTO деген бірлестік компанияны ашу жөнінде құжаттарға қол қойылды. Ол бірлестіктің негізгі мақсаты ол қазіргі қарқынды Қазақстанда әсіресе танымал болып келе жатқан мынау Қытайдың маркетплейсі, жаңа өзің айтып отырған Pinduoduo, Temu, сол жердегі қазақстандықтардың алған сәлемдемелерін жылдам жеткізу. Енді сандарға келетін болсақ, қазіргі таңда мынау осы жаңағы екі компания арасындағы сәлемдемелердің ағымын айтайын. Күніне шамамен қазір 10 мың сәлемдеме келіп жатыр. Алдағы уақытта ол көрсеткішті 30 мыңға дейін өсіреміз деген болжам бар. Осы жылдың өзінде, мынау жарты жыл болды ғой, біз жасап бастап атқанымызға, біз біртіндеп бастадық, қазір қарқынды өсіп жатыр. Осы жылдың өзінде біз 1,5 миллион сәлемдеме әкелеміз деп отырмыз. Ал келесі жылы ол көрсеткіш 6-7 миллионға дейін өседі. Ол деген сөз не? Мен жаңа айтып өттім ғой, басында біз 15 миллион сәлемдеме әкелетін болсақ, соның тең жартысы шетелден келетін болса, біз бір жылдың өсінде еселемекшіміз. Яғни қорытындылай келе Қытайдың маркетплейстері болсын, және басқа да елдердің маркетплейстері болсын, электрондық коммерция біздің тұтынушылардың сол жерден заттарын алып Қазақстанға әкелу және оның біздің компанияға әсері өте үлкен. Ол көрсеткіш алда еселеп өседі. Яғни әрине көрсеткіштер жоғарылай берген сайын компания табысқа келеді. Енді табысқа тоқталсақ, жалпы 23 жылды біз рекордтық түрде бір жеңіске жеттік десек те болады. Себебі компания үлкен шығыннан, шыны керек, біраз уақыт табысқа шықпай жүрген үрдістен шыға біліп, 23 жылды табыспен аяқтады. Енді қазіргі жағдайымызға келсек, және жалпы Қазпошта пайдаға қалай шыға білді? Соңғы 19-дан 23 жылға дейін бір ауыр кезеңдердің бірі болды дейік. Сол жылдары жыл сайын шығындар өсе берді. Және 22 жылы ол шығындар енді бір жаңағыдай теріс рекордқа жетті десе болады. Айтсақ болады ғой? Енді минус 12,5 миллиард теңге болды жылдық көрсеткіш 22 жылдың. Әрине, ол процесс егер ары қарай жалғаса беретін болса, онда бір 2-3 жылдан кейін
не болатынын бір Құдай біледі. Бірақ жағдай өте қиындай беретіні түсінікті. Оған жаңа бірден бір себеп ол пандемия десек те болады. Себебі 20-шы жылы қалай шекара жабылды Қытаймен, ал бізде шетелден келетін сәлемдемелердің көбі, айталық енді 70%-ден жоғарысы ол Қытайдан келеді. Ал пошталық қызметтердің, логистикалық қызметтердің ішінде шетелден келетін сәлемдемелердің пайдасы көбірек. Сондықтан ол қалай тоқтады, ол әрине бірден біздің жаңа көрсеткіштерге тікелей әсер етті. Енді қалай біз 23-ші жылы сол жаңағы теріс бара жатқан трендті бұралдық деген сұраққа оралатын болсақ, енді мынау диверсификация дейміз ғой. Яғни компанияның табысын шектеулі бір немесе бірнеше ғана қызметке тәуелді етіп қоймай, мүмкіншілігі бар өсе алатын басқа табыс көздерін көтеру. Сол стратегия 23-ші жылы іске асты десем де болады. Енді мен жаңа айтып өттім, Қазпошта ол тек қана пошталық қызмет көрсететін компания емес. Ол белгілі бір қаржылық қызметтерді көрсетуге мүмкіншілігі бар компания. Қазіргі таңда біздің енді акционеріміз Самұрық-Қазына қорында, оның жаңа портфелінде бар компанияларда тек қана Қазпоштада сондай қызмет көрсете алатын мүмкіншіліктері бар. Сол диверсификация стратегиясын іске асыру барысында, жаңа табыс көздерін іздеу барысында біз 23-ші жылы бірнеше, мен айтайын, енді бір 3-4 негізгі факторды айтайын, қандай сол өзгеріске алып келген. Біріншіден, ол жалпы жаңағы біздің сәлемдемелер бизнесі, электрондық коммерциядағы біздің көрсететін қызметтердің өсуі. 23-ші жылдың қорытындысы бойынша біздің сәлемдемелер 30%-ға өсті. Біріншіден. Екіншіден, үлкен жұмыс ол мынау біздің шығындар. Яғни жарататын шығындарымызды реттеу. Қажет емес, қазір мүмкін белгілі бір кезеңде қажет емес шығындарды тоқтату, оптимизация жасау. Екінші. Үшінші, ол жаңа біздің қаржылық қызметтерді өсіру. Әсіресе ол мынау жаңағы Самұрық-Қазына қорының ішіндегі портфельдік компанияларға біздің қаржылық қызметтерді өсіру. Үшінші. Және төртінші, ол осы жаңа табыс көздеп отырмыз ғой, ол мынау біздің шекарадағы кедендік қызмет біз көрсете бастадық. Былтыр осы 23-ші жылы жаз айынан бастап біз мынау таможенный декларация дейміз ғой, кедендік декларацияларды сол қызметтерді көрсетуді жаңа қарқынмен бастадық. Соңғы 5 айдың өзінде ол жаңа 2 миллиард теңге табыс көзін әкелді. Қазір мынау 24-ші жылы 6 айдың қорытындысы бойынша біз ол көрсеткіштерді тағы да еселеп отырмыз. Енді биылдың өзінде біз осы жаңа былтыр ғана бастаған жаңа бағыттан 3 миллиард теңгеден асатын табыс көреміз деп отырмыз. Яғни осы негізгі факторлар ол компанияның өзгерісіне алып келді. Жаңа айтып өткендей, негізгі қызметтерді өсіру, жаңа табыс көзін табу және шығындармен жұмыс жасау. Кез келген компания болсын, адамдардан құралады. Қазпошта бұл мысалда төрде тұрған секілді. Себебі Қазпошта бірінші кезекте ол өңірлер, Қазпошта бұл 20 мыңнан аса қызметкер, 3,5 мыңнан аса филиал, бөлімше. Енді
Бізде Қазпошта өз ішімізде өңірлермен, бөлімшелермен жаңағы рейтингтік жұмысты қалай жүргіземіз? Яғни бізде міндетті мотивация болу керек, белгілі бір тұрғыда ішкі бір жарыс болу керек деген сияқты. Себебі бізге көрсеткішті көтеру керек, және өңірлер осы істе қалай қарым-қатынаста, қалай жүреді осы жұмыс? Барлық қызметкерлер, барлық филиалдар өңірдегі, олардың барлығының мақсаты бір, компанияның қаржылық жаңағы деңгейін, көрсеткіштерін көтеру. Соған қатар әрине біз жаңағы өңірлердегі филиалдар арасында біршама салыстырмалы түрде рейтинг жарыс өткіземіз. Әр 90 сайын біз ең мықты деген филиалды таңдаймыз. Және сол 90-дағы жеңген филиалдың барлық қызметкерлеріне жаңағы бір жолата сыйақы төлейміз. Ол қалай анықталады? Ол жерде біздің рейтингте 7 көрсеткіш бар. 7 көрсеткіш негізгі жаңағы филиалдың қызмет көрсетуіндегі көрсеткіштер болып табылады. Олар табысты өсіру, жаңағы шығынды азайту, сапа. Одан кейін бізде қазір осы жылы болсын, жалпы өзі сервистік компания болғандықтан сапаның көрсеткіштері ол әрқашан алда тұратын көрсеткіш. Бірінші кезекте біз сападан бастаймыз. Яғни біздің тұтынушыларымыз уақытысында қызмет алу, уақытысында жаңағы сәлемдемені жеткізу деген сияқты. Және де басқа да көрсеткіштер, 7 көрсеткіштердің соларды бақылау арқылы әр 90 сайын біз өңірлерден ең мықты деген филиалдарды анықтаймыз. Сосын жаңағы жеңген филиалдар, өңірлер, сол барлық қызметкерлер бір жолата сыйақы алады. Жалпы соңғы 90-да үздік болған өңірлеріміз. Жалпы әрқашан Қазпоштада жаңағы лидер өңірлер болады ғой. Енді ол түсінікті, Алматыда халық саны көп, электронды коммерция өзінің бір көрсеткіштерін береді. Дегенмен топ 3-те жүретін өңірлерді атап өтсеңіз. Енді жаңа айтып отырсың ғой, мысалы Алматыда халық саны көп, ол жерде жаңағыдай табыс табу мүмкін басқа өңірлерге қандай жеңілдеу деген сияқты да. Біз оны да есепке алдық. Біздің рейтингте көрсеткіштер олар статистикада унификация деген сөз бар, яғни олар бір-бірімен салыстыруға келетіндей жасалынған. Яғни мысалға филиалдың табысы әрбір жаңағы сол өңірде тұратын халық санына бөлінеді. Немесе олар жаңағы филиалдың компаниялардан табатын қызмет көрсету арқылы юридические лица дейміз, компаниялардан табатын табысы компаниялардың санына бөлінеді. Солай біз өңірлерді жаңағы бір-бірімен салыстыруға келетіндей көрсеткіштермен салыстырамыз. Бірақ әрине бізде 3 үлкен қала бар. Ол Алматы, Астана және Шымкент. Бізде осы 3 қалада почтамттар бар. Біз оларды бөлек салыстырамыз. Және қалған облыстық филиалдарды бөлек салыстырамыз. Себебі ол жаңа филиалдардың құрылымына байланысты. Бірден бір себеп ол біздің облыстық филиалдарда олар тек қана қала емес, сол өңірдегі барлық елді мекендерді, ауылды мекендерді қызметпен қамтамасыз етеді. Ал қаладағы бөлімшелерде қызмет көрсету, оларды қамтамасыз ету, және ауылды жерлердегі қызмет көрсету және оны қамтамасыз ету екеуі түрлі. Сондықтан біз жаңа қаладағы, үлкен қалалардағы 3 почтамтты бөлек салыстырамыз, және жаңа облыстық филиалдарды бөлек салыстырамыз. Енді жаңағы сұраққа оралатын болсақ, әдетте қазіргі кезеңде қандай өңірлер жаңа алда келді десек, әрине жаңағы жеңіс бар жерде жеңілу де бар.
иә. Біреулер жаңа алға шығып жатса, салыстырмалы ғой барлығы. Яғни біреулер төмен түсті деген сөз. Мына жерде енді нақты мысалға мынау филиал өте жақсы, мынау филиал өте төмен деп айтпай қояйын, бірақ енді соңғы бірнеше филиалды атап өтейін, жақсы көрсеткіштер көрсетіп отырған. Ол мынау Түркістан облыстық филиалы бар, Қызылорда облыстық филиалы бар. Мынау соңғы кезде жақсы өзгерістер болып жатқан мынау Ақтөбе облыстық филиалы бар, Алматы облыстық филиалы. Осы филиалдар жаңағы соңғы кезде, соңғы 90-дарда жақсы көрсеткіштер көрсетіп отыр. Мынау ал почтамттардың арасында, жаңа үлкен қалалардың арасындағы салыстыруларға келетін болсақ, енді бұл жерде соңғы кезеңде жақсы көрсеткіші жеткен ол Шымкент қаласындағы орналасқан почтамт. Енді алдағы кезеңдерде басқа да облыстық филиалдар, басқа почтамттар алға шығады деген сенімдеміз. Жалпы осы өңірлердің тақырыбын көтерген себебім және рейтингтің тақырыбын көтерген себебім біздің әріптестеріміз де есеп қисаптың барлығы объективті түрде жасалатындығын түсінсе деген ойым. Енді өңірлерді бастаған екенбіз. Мынандай бір қысқаша тоқталып өтсек, жалпы Қазпоштада компанияның ішінде көтерілу, карьера бойынша, қызмет бойынша өсу, мысалы, мен бірнеше мысал білем. Бөлімшеде оператор болып бастаған, кейіннен орталық аппаратта департамент директорына дейін қызметке өскен кейстер бар. Жалпы Қазпоштада осы карьера жағынан қандай мүмкіншіліктер және қандай мүмкіндіктер бар? Жалпы компанияда мынау жаңа бір лауазымға, жаңа қызметке ішінде тағайындаған кезде бірінші мезетте, бірінші кезекте ол ішкі кадровый ресурс дейміз ғой, кадровый резерв дейді ғой, кадровый резервке көңіл аударады. Сол жердегі жаңағы біздің қызметкерлер арасында таңдалынады. Енді мысал көп. Айталық, мынау осы жылдың өзінде мысалға бірнеше облыстық филиалдарда бізде жаңадан директорлер тағайындалды. Жай ғана мысалға соңғы таңдалған 3 облыс айтып өтейін. Мынау Шығыс Қазақстан облысы, Солтүстік Қазақстан облысы, Павлодар облысындағы жаңадан құрылған Абай, Ұлытау, қазір 5-еуін айтып отырмын. Тағы да бір 6-шыны айтып өтейін. Мынау Алматы облыстық филиалы жаңа бөлінді ғой бізде, Жетісу және Алматы облыстық деп. Міне, осы 7 филиалдың директорлері ешқайсы сырттан келмеген. Барлығы іштен өскен қызметкерлер. Бұл бірден бір көрсеткіш. Сол мысалға жаңағы бір облыстың филиалын директорын айтып өтейін. Ол орталық аппараттағы департаменттегі бас маман ретінде бастаған. Одан кейін ол облыстық филиалдың зам директоры болды, одан кейін директор болды. Немесе тағы да жаңадан тағайындалған бір директордың мысалын келтірейін. Оның алдында жаңағы филиалдың зам директоры болған, оның алдында аудандық бөлімшенің бастығы болған, бөлімшеден бастаған, сондай мысалдар бар. Оның барлығы нені көрсетеді? Жаңағы біз айттық қой, біздің негізгі күшіміз, негізгі ол жаңағы біздің қызметкерлер. Сол қызметкерлердің ең жаңағы айталық бөлімшеде жұмыс істеп жүрген кезеңінен үлкен басшы лауазымына дейін жеткен көптеген мысалдар бар. Бұл керемет көрсеткіштер негізі, себебі компанияда бизнес подходтар, яғни сен шынымен де жұмысыңды көрсете білсең, тиянақты жұмыс істей білсең, міндетті түрде Қазпоштада өсу бар. Енді
кезекті сұрақ жаңа сервистерге байланысты, және жалпы соңғы уақытта айтып жүрген, көрсетіп жүрген біздің супер эп, Қазпост жаңа мобильді қосымшасы жайлы қысқаша тоқталып өтсек. Бір жағынан бізге диверсификация қажет, яғни бір ғана қызметке тәуелді болып қалмау, табыс көзіне. Екінші жағынан ол қазіргі тұтынушылардың талғамы, ол өте жоғары. Қазір ешкім, көптеген жаңа тұтынушылар айталық, желіде ұзақ уақыт күтуге дайын емес, бәрі жылдан болу керек. Олар компьютерде сайт арқылы кіріп отыратын уақыттары жоқ. Барлығы мобильді қосымшада болу керек, және тағы басқа. Яғни тұтынушылардың талғамы өте жоғары. Сол талғамға сәйкес болу керек. Сол осы процесті, осы қызметтерді көрсету барысында біз өзіміздің қосымшамызды жаңалап шығардық. Жаңа суперап деп отырмыз ғой. Және оны тек қана жаңағыдай сырт бет әлпетін жаңалай қоймай, оның ішкі сервистерін де жаңалау. Бірден бірі жаңа қосылған сервистер. Енді мысалға соның бірі Қазпост керуен, соған тоқтап өтейін. Жалпы қазір жаңа айтып отырмыз ғой, бір глобалды түрде, именно глобалды түрде электрондық коммерцияда жаңағы сатып алу, тұтынушылардың сатып алуында бір шекара жойылған сияқты. Яғни сен Қазақстанда отырып, тек қана осыны Қазақстанда көрсетілген жаңағы интернет дүкендерден тауар ала қоймай, әлемнің кез келген жерінен алуға мүмкіншілік бар. Біздің мақсат соны қолжетімді ету. Жаңағы айтқан Қазпост керуен деген сервис, ол осы бағыттағы қадам. Қазір Қазпост керуен жаңағы сервисі арқылы сіз Қазақстанда отырып, Америкадан немесе Германияның кез келген интернет дүкенінен өзіңізге ұнаған тауарды сатып аласыз. Біз соны сізге ең жақын бөлімшеге немесе үйіңізге жеткізіп береміз. Бұл енді әсіресе әрине қалалық тұрғындарға ол біршама жақын үйреншікті нәрсе болса, ол өңірлерде тұратын, ауылды жерлерде тұратын біздің тұтынушыларға ол бір жаңаша үлкен нәрсе деуге болады. Енді өзіңіз ойлап көріңіз, мысалға айталық бір шалғай жерде тұрған, айталық бір Ақсу ауылында тұратын біздің жай тұтынушы Америкадан Nike компаниясының кроссовкасын сол жерде отырып ала алады. Енді ол бір керемет емес пе? Және өзінің ауылына ол келеді. Өзінің ауылына келіп береді. Енді былайша қарап тұрсаң, бір жаңа шекараның жоқ болып кеткен сияқты. Шекаралар жойылып, таптаурындар да бұзылады. Жоқ болып кеткен сияқты. Енді бұл сервистің болашағы неде? Бұл сервистің болашағы және басқа да жаңағы елдерді қосу, басқа да мүмкіншіліктерді қосу. Келесі кезекте не тұр? Келесі кезекте Қытай. Одан кейін алдағы уақытта басқа да мемлекеттер қосыла береді. Түбінде сен жаңағы айтып өткен Ақсу ауылында тұрасың, бүгін таңертең барып жаңағы өріске шығып қой бағып келдің, кешке отырдың да жаңағы Қазпост керуен сервисін аштың да Қытайдан айталық бір бөтелке сатып алдың, Турциядан бір орамал сатып алдың, Америкадан бір жейде сатып алдың. Болды. Тағы бір 10 шақтың күтесінде біз саған соны бәрін әкеп береміз. Керемет. Бұл сервистермен шыны керек. Жалпы Қазпоштаның соңғы кездері біз қолданып жүрген слогандардың бірі бүкіл әлемді біріктіреміз. Ол шынымен де солай. Таптаурындар да, шекаралар да барлығы бұзылып жатыр. Және бастысы клиенттерге осы сервистер қолжетімді болуы. Енді кезекті бұл соңғы сұрақ сізден бір ұсыныс болса. Яғни бұл площадка Қазпост YouTube арнасының площадкасы. Біз бұл жерде компанияның топ басшылығынан компанияның барлық қызметкерлеріне дейін
көруге қуанышты боламыз және ашықпыз. Енді сізден ұсыныс кезекті, біздің әріптестерімізге, біздің аудиторияға қызық болатындай ұсынсаңыз. Мысалы, мен 30 күннің жартысынан көп уақытын жолда өткізетін, мысалы, көлік жүргізушілерінің қызықты оқиғаларын естігім келеді деген сияқты бір ұсыныс болса. Жаңағы айтып отқан сөздің жаны бар. Бізді әртүрлі қызмет көрсететін қызметкерлер бар. Ол біреуі сұрыптаушы болса, біреуі жүргізуші, біреуі жаңа бөлімшедегі оператор, және тағы басқа. Олардың әрқайсыларының қызметі өте маңызды. Әрқайсының атқарылып жатқан қызметтер процестерінен құралатын жалпы біздің компанияның қызметі. Сондықтан біз жаңағы ішкі коммуникация дейміз, солардың қызметін дұрыс көрсетсек, қаншалықты маңызды екенін жеткізсек, сол жаңағыдай көп жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді ғой. Сол сияқты сол жүкті барлығы бірігіп көтеріп жүр ғой. Сондықтан әрқайсысының қызметін дұрыс көрсетіп, дұрыс жеткізе алсақ, ол тек қана ішкі біздің қызметкерлерге емес, біздің тұтынушылар да ол қызметті бағалай білетін еді. Мысалға, біз енді шыны керек, желіде, әдетте, кейде болсын, біздің қызметтерге бір жаңағыдай теріс баға беріп жатқан уақыттарда болады. Сондай жаңа комментарий дейміз, көріп жатамыз. Бірақ біз енді қарап отырсақ, біздің жаңа сапа жағынан көрсеткіштер жылдан жылға өсіп жатыр. Мысалға айтайын, мынау курьерлік жеткізу дейікші. Қазір 10 жаңа курьерлік жеткізудің 9-ы уақытысында жеткізіледі. Белгіленген уақытта жеткізіледі. Мысалға, сәлемдемелер Қазақстанның ішінде үлкен қалалардың арасында 5 күннің ішінде жеткізіледі. Ал шалғай жерлерге 7, ары кетсе 8 күннің ішінде жеткізіледі. Енді бұл көрсеткіштер жалпы тренді алдағы жылдарға қарағанда тек қана дұрыс бағытта өзгеруде, яғни ол қысқаруда деген сөз. Мысалға, көптеген шетелден келетін жаңағы сәлемдемелер егер бір ұзақ уақыт болып жатса, енді бірден бір мысал келтірейін. Егер сіз Қытайдан жаңағы тему емес, жалпы Қытайдан бір келетін сәлемдемені күтетін болсаңыз, айталық ол 20 күнде келетін болса, 20 күнде келетін болса, 20 күннің 15 күні ол Қытайдың ішінде, 5 күні Қазақстанның ішінде. Бірақ тұтынушы ол Қытайдан алған мезеттен бастап ол қызметті бізден күтеді. Яғни бүкіл 20 күнге Қазпошта жауапты деп ойлайды. Ал біз оны әлі шекарада алған жоқпыз. Ал бізге шекараға алып келетін Қытай поштасы мысалға. Сол сияқты бір түсініктемелер жүргізілу керек. Тұтынушылар білу керек, осындай қызмет көрсетіледі. Ол қалай осы көрсеткіштерге әсер етіп отыр. Сондықтан жалпы қызметтердің сапасы өсуде, жаңа бар ғой, жақсының жақсысын айт, нұры тасысын дейді. Сондықтан жақсы айтатын көрсеткіштер де, жақсы мақтайтын жаңағы жеткен жетістіктер де бар. Оны да айтып отыру керек. Тоқтасымен келсем, біріншіден уақыт алып келгеніңізге көп рахмет. Біздің осы бастамамыз өз жалғасын табады деген сенімдеміз. Енді өзіміздің әріптестерімізге, аудиториямызға айтатынымыз, пікір қалдырыңыздар, қолданып жатқан сервис немесе қызмет түрлерін жаза кетіңіз. Қай жерде қандай ұсыныстарыңыз болса, ол да керек. Ұсыныстарыңыз болса жаза кетіңіз. Біз әрқашанда оған ашықпыз. Әріптестеріміз болса, өз өңірлеріңізді пікірлерге, комментарийге жазып кетсеңіз де болады. Бұл Қазпошта YouTube арнасы. Азамат мырза, көп рахмет. Келесі шарылымда көріскенше.